Сәлем достар, қарапайым заттардан шемішкенің гүлі тәріздес өте дәмді әрі үлкен болып шығатын подсолнух булочкасын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дәл менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер. Ол үшін ең әуелі апара дайындап аламыз, яғни аштықы жылы суға қант пен аштықымызды салып, шамамен 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Жылы сүт пен суға жұмсақ сары майды қосып араластырамыз және 2 жұмыртқа қосып тағы бір араластырып жібереміз. Тұз бен қантымызды қосамыз және ашып тұрған апарамызды қосып, барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді аз-аздан себе отырып ұнымызды қосамыз. Қолымызбен осылай жұмсақ, сәл ғана қолға жабысатын қамыр илейміз. Бетіне сұйық май құйып, бетін жауып, жылы жерге шамамен 1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей менің қамырым көтерілді, 16 бөлікке бөліп алдым. 3 бөлігін жұқалап жазып аламын. Май жағылған немесе пергамент төселген противенге дәл видеодағыдай саламын. Жан жағына 8 дөңгелек бөліктерді қойып, дәл ортасын бірнеше бөлікке бөліп, видеодағыдай пішін беретін боламын. Енді тағы да 3 қамыр жайып аламын. Видеодағыдай дәл ортасына қойып шығамын. Тағы да бірнеше бөліктерге бөлемін де, дәл видеодағыдай қамырларымды қойып шығатын боламын. Қалған 2 қамырымның бірін жұқалап жазып аламын да, видеодағыдай өрнектеп, бетіне жұмыртқа жағып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша, ортасы піскенше жақсылап пісіріп аламын. Ас болсын.